Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз әдебиет сабағынан сабағымызды бастаймыз. Барлықтарымызды, дәптерлерімізді, қаламдарымызды түгендеп алдымызға қоямыз. Балалар, бізге поштадан бір хат кетті, қараймыз. Осының ішінде балалар бізде 3 конверт берілген. Балалар, қараңдар, осы конверттен бізге тапсырманы орындаңдар деген. Енді 3 топқа 3 тапсырма берілді балалар. Осы тапсырма ішіндегі тапсырманы орындасаңдар, сендердің осы топтарының аты шығады. Ашып, ішін орындай береміз балалар. Тапсырманы ашамыз. Барлығымыз әдемілеп орындаймыз. Либо на книге тапсырамыз балалар. Тапсырамыз балалар. Бағалау парашасы оқушыларды бағалап отырамыз, жарай ма? Ал қайда отырсам? Біздің топтың аты Қаймақ тобы. Мен топбашы Осман балауызда, менің тобымда Сергей оқушы бар. Жарайсыңдар. Міне, бағалау парақшасын алады. Міне, топтарындағы, міне, топтарының аты. Ал енді балалар, топбашылардың аттары міне, Айкөркем, Балуса, міне топбашылардың аттары. Әдемілеп қоямыз. Зере, топбашылардың аттары. Ал енді балалар, олай болса, сабағымызды бастаймыз балалар. Барлықтарыңыз орныңызға тұрып, шарттық шеңберін жасап алыңыз балалар.
жылдам. Маскамызды шешеміз. Бір қомағай қонақта отырып, тамақты өте көп есептепті. Ені келген соң күпті болып ауырады. Көршісі саған не болды деп сұрайды. Қонаққа барған едім, тамақты көп есептеп қойыппын. Ас бөлектегі оғамен қарын үстіндегі егінін ойлай ма дейді. Жарайсың, өте тамаша. Топ başı бағалап отырамыз. Екінші топтан маған қожанасы мен ашқарақ туралы ертегіні кім айтып береді? Қысқаша түсіндігін кел, Мұқағали келе ғой. Бір тойда Асқара Құлмағайлар тек қалтасына құрт ірімшік сала бастайды. Қасында отырған қожа қалтасына ыстық сай киіп жібереді. Асқарақ адам ашулап қожанасымен ашқарақ Қожанасыға ашуланады, иә? Неге қиясың менің қалтама? қоясың қалтарына. Сол Сол кезде сай қожанасы не дейді? қожанасымен Сенің қалтаң ірімшікпен құртты көп тиді. Сондықтан оны қалтасына сай киіп жібереді. Күйіп жіберді дейді. Жақсы. Ал үшінші топтан қомағай адамға хат келе ғой. Үшінші топтан кім оқиды? Арсен келе ғой. Үйде жазуға берілген дәптерімізді алып шығамыз кән. Дәптерімізді оқып береміз кән. Оқи ғой. Сәлем бар, Құлмағай адамға Құлмағай деген ат жаман естіледі. Құлмағайлы денсаулыққа зиян, ойын тамақты жеу адамды ауыртады. Қанағат қарын тойғызар деген мақал бар. Енді тамақты көп жемей денсаулықты ойла. Сәлемнен Арсен. Жарайсыңдар. Міне Құлмағай адамға хат жазып кетті, иә сен? Жарайсыңдар. Өте тамаша. Барлықтарың тоқбашылар. Бағалап отырамыз. Ал енді балалар, барлықтарымыз мына жаңылтпашқа қарайшы балалар. Қараңдаршы бері, бәріміз бері қараймыз. Ұйқышыл кісінің ұйқы қысты, ұйқышыл кісінің ұйқысы күшті дейді. Осы жаңылтпаштың маған мағынасын кім түсіндіріп береді? Зере, тұра қойшы, айтып берші маған жұқтам. Ұйқышыл кісі көп ұйықтағанша күні бойы ұйқысы келеді. Ал ұйқышыл кісінің ұйқысы қатты болады. Жарайсың, өте тамаша. Ал енді осы жаңылтпашты бір-екі оқып алып, маған жатқа кім айтып береді? Жатқа айтып береді. Нұрхан, айта қойшы. Қатырақ. Иә, жарайсың. Тағы да ай көркем айта ғой. Ұйқышыл кісінің ұйқы қысты, ұйқышыл кісінің ұйқысы күшті. Жарайсың, өте тамаша. Міне, енді балалар біз мен сендерге қазір бір жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың жауабын табамыз, иә барлығымыз? Сылдыр сүйі су емес, ішсең шөлің қанады. Ас болса да қар емес, шешуін кім табады? Кім айтады? Ал, айтуы? Сүт екен, жарайсыздар, өте тамаша. Міне, олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыз балалар, сүт қалай ұйықтайды екен, иә? Ал енді балалар, сүт қалай ұйықтайды ертегісіменен, бұл ертегінің авторы балалар Оспанхан Әубәкіров екен балалар. Бұл Оспанхан Әубәкіров балалар 1934 жылы туылып, 1986 жылы қайтыс болады. Ол Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген сықақшы, оның шығармаларында қоғамға жат қылықтар өткір тілмен сыналады екен, иә балалар, иә? Ал енді балалар, осы бүгінгі біздің сүт қалай ұйықтайды ертегісін мен сендерге қазір қысқаша түсіндіріп өтіп беремін. Ал одан кейін сендер кітаптан мәнерлеп оқисыңдар, иә? Қараңдар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сүт қалай ұйықтады ертегісі, иә? Ал енді мен сендерге бұның қысқаша түсіндігін айтып өтейін, балалар. Бірінші біз балалар сүтті не істейміз? Сүтті қайдан аламыз, балалар? Сиырдан. Иә, дұрыс айтасыңдар, иә? Біз сүтті сиырдан алады екенбіз, иә, балалар? Қойдан алады екенбіз міне. Ал енді балалар сүтті бірінші біз не істейміз? Қазанға құйып, оны пісіреді екенбіз, иә? Сүтті пісіріп аламыз. Одан кейін оған сүтке ұйытқы салып айран болады екен, иә? Оған айран болады екен. Ал енді балалар сол айранды біз не істейміз? Қазанға құйып, оны күбіге пісіп, одан біз май алады екенбіз, иә? Ал енді майымызды алып болғаннан кейін
біз оны қайтадан қазанға құйып, оны ірітеді екенбіз. Міне, қазанға құйып, оны ірітеміз. Ал енді бұл іріген айранды балалар біз не істейміз? Қалтаға құяды екенбіз. Яғни қалтаға құйып, бұл айранды біз жаңағы сары суын ағызып алады екенбіз. Ал енді балалар бұл сары суын аққаннан кейін қараңдар. Жаңа біздің өлеңімізде айтылған, жаңағы көз жасы дерінеді деп айтылған балалар. Міне, сол біздің мына аққан сары суымыз, қараңдар міне. Көрдіңдер ма? Міне, сол аққан сары суымыз балалар не екен? Сүттің көз жасы дерінген екен, я? Ал енді бұл балалар әбден суы ақ болғаннан кейін балалар бізден не шығады? Сүзбе шығады екен, я? Суы әбден ақ болғасын, оның қоймалжыңын біз сүзбе дейді екенбіз. Ал енді бұл сүзбеге біз кішкене тұз салып, одан жасайды екенбіз, балалар. Міне, бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар сүт болғандықтан, мен сендерге осы сүтті қысқаша түсініп бердім. Енді балалар осы мынаған суретке қараңдаршы барлықтарым. Сүт туралы не білесіңдер? Кім айтады маған сүт туралы не білесіңдер? Әлемдер айта ғой. Сүттен әртүрлі тағамдар жасалады. Қаймақ, құрт, май, сүтбе, сүт. Ал екінші, сүттің пайдасы қандай? Кім айтады? Сүттің пайдасы? Бекзат айта ғой. Біз сүтті ауырмағанда жейміз. Оған май қосып. Бізге ал енді сүт қайдан алынады балалар? Сиырдан алынады деген, я? Міне сиырдан алынады деген. Ал енді сиырдың иесі түрі қалай аталады? Балым, тыныш, балым. Зеңгі, баба деп аталады екен, я, балалар? Міне олай болса балалар барлықтарымыз кітабымызды ашайықшы ғана. Кітабымызды ашамыз балалар. Енді сүт қалай ұйықтайды өлеңін қараймыз. Енді маған осы бірінші топта адамның жақсы қасиеттері. Бірінші топ маған ертегідегі ержеттің сөзін тауып оқыңдаршы ғана. Ертегідегі іңкәр оқи ғой. Сүт түбіне ұйықтап қатты, қатты ұйықтап қатты, ұйықтағаны сонша ұйып қатты, ойбай сүт ұйықтап қатты, ұйықтап қатты, қарап отырып, хайран болды деп өзіңа хайран қатты. Иә. Ал екінші топ, осы ертегідегі екінші топ, ары қарай жалғастырамыз, өлеңді ары қарай жалғастырамыз. Балауса оқи ғой екінші топ. Сүт ұйқысын қоя алмапты, аттанып жатса оянбапты, ұйқы дұшпан деген ғой, сүт күлгіні ұрып қапты, сүттің мұндай қылығын әжем ғана біліп қапты, не дерін білмей тұрып қапты, бұл сүтке ұйқы ұя салыпты, депті де әжем айранды бір дорбаға құя салыпты. Жарайсың. Үшінші топ, әдемі жалғастырамыз ары қарай. Сүт сында ғана оянды, бейнелеп тұрып жылапты, күзінің дұрсын бұлапты, әттің жұрттың өсегі, әңгіме бір көшегі, дүркілі аққан шағы су, сүттің көзі жасы түседі, мұның дөзі кесенде, ертең жыле зияда, әй дегендің балалар көп ұйықтаған зияда. Көп ұйықтаған неге зиян екен? Еріншектікке жалқаулыққа сабақтан кешігуге талпындырады. Жарайсыңдар. Олай болса балалар бізге осы өлеңге бізге не айтқысы келді екен? Не айтқысы келді бізге осы өлеңді? Кім айтады? Адам бойындағы жағымсыз қасиеттерді айтқысы келді. Адамның бойындағы жағымсыз қасиеттерді айтқысы келді. Олай болса бірінші топ маған осы адамның жақсы қасиеттерін айтып жіберші дейсіңдер. Назерге айта қойшы дейсіңдер. Адамға қойылатын бақты талап адамдышы. Ол адам бойындағы ең артық қасиет. Адам бойындағы жақсы қасиеттер көп болса, оған бақ та қонады. Расымен ұлдас болсаң жетесің баққа. Өмірмен ұлдас болсаң ұтыларсың ұятқа деген мақал мәтелдерін айқын. Адамның расы болуы бізге лайық. Жарайсың. Ал екінші топ адамның жаман қасиеттері кім айтады? Бекзат. Абай атамыздың адам баласын қорғалатын үш нәрсе бар. Әуелінен амандық, екіншісі ержіктік, үшіншісі залымдық деп айтып кеткен. Жарайсың. Ал енді адамға ұйқы пайдалы ма, зиян бар? Зиян. Серия, айта қойшы. Ұйқының пайдасы мен зияны туралы. Адам шаршағанда тәтті ұйқының пайдасы бар. Адамдар белгілі бір мезгілде ұйықтап, белгілі бір мезгілде тұру қажет.
ұйқының қанбауы адам ағзасына зияны тигізеді. Алайда уақытынан көп ұйықтау да адам ағзасына зиян, адамдардың басын ауыртады. Жарайсыз, өте тамаша жауап. Енді балалар сендерге, мына оқулықта сендерге берілген, иә? Бірінші топ осы тапсырма берілген. Бірінші топ осы ертегідегі маған мақал-мәтел тауып бересіңдер осының ішіндегі. Ал екінші топ сендерге осының ішінде ұйқы ұя салыпты деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер. Ал үшінші топ сендер осы ертегінің қорытынды ойын маған айтып беріңдерші кәні. Бірінші топ кәні. Кім айтады? Айт өткен қатшылдан тез. Ұйқы дұшпан. Ұйқы дұшпан. Тақтаға жазалы, әдемдеп жазалы тақтаға. Екінші топ сендерге осы сүтке ұйқы ұя салыпты деген жолдың мағынасын қалай түсінесің? Кім айтады? Айта ғой, баласа. Сүтке ұйқы ұя салыпты деген ол айран болып ұйып қапты дейді. Жарайсың, өте тамаша. Үшінші топ сендер осы қорытынды ойда айтылған жолдарды тауып оқы. Кәні, зері. Жарайсың, өте тамаша. Олай болса балалар, дәптерімізді ашамыз, бағыттарымыз. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күн өлетін жазып аламыз, тақырыпты жазамыз балалар дәптерімізге. Енді сендерге балалар сөздік жұмыс берілген. Қараңдар, тақтада. Сөздік жұмыс берілген. Бұқырып, быжынап, құтырыпты, аттандап деген сөздер берілген сендерге балалар. Енді осы бұқырып деген сөзіміз балалар айранның сыртына төгіліп ашып кеткенді айтылады, иә? Ал енді быжынап дегеніміз айранымыз не істейді? Жазғы үндері көптеніп ашып кетеді, сол мағынаны түсіндіріп тұр. Құтырыпты дегеніміз айранымыз ашып жерге тасып кетіпті деп бұрынғы кезде апаларымыз осылай сөйлеген екен. Аттандап дегеніміз ол айқайлап кетіпті деген мағынаны білдіреді. Біз жаңағы бұрынғы кездегі әжелеріміз, апаларымыз осылай жаңа бұқырып кетіпті, быжынап кетіпті, құтырыпты, аттандап кетіпті деп сөйлеген екен, иә? Ал енді бәріміз дәптерімізге осы сөздік жұмысты жазамыз, кән? Иә, жазамыз.
сүт жұмысы болғаннан кейін балалар бір жолды састап кетіп, ұйқы дұрыстан деп жазып қоямыз. Жазып болғандарыңыз. Болдыңдар ма? Болсақ дәптерімізді жабамыз балалар. Болсақ дәптерімізді жабамыз. Кружканы саламыз, кружканы қоямыз орнымызға. Дәптерді жабып. Болдыңдар ма балалар? Болдыңдар, жабыңдар, дәптерімізді жабамыз. Болғандарымыз бәріміз дәптерімізді жабамыз. Болды. Дәптер жабамыз. Ал енді балалар болғансыз болса, орнымыздан тұрып, балалар серіктік сәтін жасап алайық. Екі-үш баласымыз орнымыздан тұрып. Бірінші топ сүт береді саған үш тақырыбы бойынша қысқаша эссе жазамыз балалар. Бабамыз топпен кішкене ұйымдасып жазамыз. Екінші топ сендер күнбағыс әдісі бойынша осы бүгінгі сабаққа естисіңдер, сабақта пысықтайсыңдар. Ал енді үшінші топ сендер білімдермен жұмыс жасаймыз балалар. Біртіндеп шыға береміз, келе ғой. Біз дәулет, ақтын келе ғой. Ал сүт ұйқысын қоя алмапты, аттанда жатса оянбапты. Ұйқы дұшпан деген ғой, сүт бір күні іліп қапты дейді. Жауабын айта ғой, жылдам. Қалғанымыз балалар, тез жылдам тапсырманы орындаймыз. Қайсы? Ұйқы дұшпан ба жоқ, ұйқы дос па? Бүгінгі осы ертегіні біз басаймыз соны? Үстін басамыз. Ұйқы дұшпан деген үстін басамыз. Басылмай айтамын. Басылды. Тексер шыққан, дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс екен, иә, мені? Жарайсың. Екінші, представлеп келе ғой. Өлеңде қандай көркемдегіш құрал кездеседі дейді. Депті де әжем айранды бір дорбаға құя салды. Сүт сонда ғана оянып, еңіреп тұрып жылапты. Көзінің жасын бұлапты дейді. Бұл киіктеу ма, жоқ тегеу ма? Басақ қой. Тексер. Өлеңде киіктеу бар екен, шығармада сүттің жанды тіршілік иесі сияқты жылағанын яқты сурет кепті, балалар, үшінші келе ғой, одан кейін. Келе ғой. Үзіндідегі сүттің жанды бейнесін көрсетеді. Сүт ұйқысын қоя алмапты, аттанда жатса оянбапты. Ұйқы дұшпан деген ғой, сүт бір күні іріп қапты дейді. Сүт тығылмапты, сүт оянбапты, сүт жүгірмепті. Қай жауабы дұрыс? Қай жауабы дұрыс?
Келе одан кейінгісі келе беріңіз балалар. Ал. Үзіндінің сәйкес келетін кейіптермен сәйкестендіреміз. Ойбай, сүт ұйықтап қапты дейді. Қай сөзбен сәйкестендіреміз? Сүт ұйқысын қоя алмапты. Аттанда жатса, оянбапты. Еңіреп тұрып жылапты, көзінің жасын бұлапты дейді. Тексеріп көрейік. Зере дұрыс орындады ма, орындамады ма? Дұрыс? Орынды. Ал, одан кейін келе ғой. Мұнымыз өтірік десең, өзіндіге сәйкес келетін мақал мәтелді тап дейді. Мұнымыз өтірік десең, ертегіге сияды. Әй дегенмен балалар, көп ұйықтаған зиян-ау дейді. Мына ішіндегі мақал мәтелдің қайсы сәйкес келеді осы өлеңге? Балалар, қайсы сәйкес келді? Ұйқы тынықтырады, жұмыс шынықтырады дейді. Бүгінгі ертегі сәйкес па? Сәйкес емес екен. Ұйқы деген дұшпан бар, жолдан істен қалдырар дейді. Сәйкес келді ма? Ал тексере ғой. Дұрыс, мұны көп ұйықтау зиян екен. Дұшпан санала деген себебі көп ұйықтау әсерінен іс кейінге қалып отырады екен. Не балалар, я? Мені балалар, біз енді тексеріп көреміз балалар. Қай орындалмады? Төртінші тапсырма? Жаңа мен басы жергенен бірақ дұрыс орындалған еді, балалар, я? Мына жерде орындалмады деп шығып кеткен екен. Енді балалар, біз тапсырмаға көшеміз қайтадан. Ал бірінші топ бағалап отырсыңдар дере? Ал бірінші топ болдыңдар ма есен жазып? Келіп шығамыз. Екінші топ дайынсыңдар ма? Süt vitaminге бай. Süттен құрт, май, ірімшік, айран жасаймыз. Süt бізге күш қуат береді. Екінші топ келе қойыңдар. Екінші топ. Келе қойыңыз. Біз мынау басты салған бүгінгі тақырыбымыз атты. Күнтізбелеріне бүгінгі үйренерімізді жаздық. Тақырыбымызды танıyın. Тыныш отырыңыз балалар. Süттің пайдасын айран, май, бұл дұшпаны келгендерімізді қайнақ, ал қорытындысына келгендерімізді жапырақтарына жағынан алған болуды ұқташымыз. Балалар тыныштарыңыз. Тыныш сақтаймыз. Міне балалар, біз бүгінгі сабағымызды өте жақсы орындадыңдар. Енді балалар осы бүгінгі сабақтан сендер нені білдіңдер? Нені үйрендіңдер? Кім айтады екен? Не білдіңдер бүгінгі сабақтан? Зере айтшы, Зере. Жағымсыз қасиеттерді аулақ болу
аулақ болуымыз керек екен, иә, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, бүгінгі үй тапсырмасын жазып аламыз барлықтарымыз. Үй тапсырмасы сүт қалай ұйықтайды, ертеңгісін үйде мәнерлеп оқып келеміз. Одан кейін балалар ірімшіктің жасалу жолын үйде дәптерімізге жазып келеміз. Ірімшік қалай жасалады? Үйде мамаларымызбен, әпшелерімізбен ақылдасып, ірімшіктің жасалу жолын жазып келеміз. Жарай ма? Жарай. Олай болса, балалар, енді осы бүгінгі біздің балалар осы сүттің оқиғасын айту арқылы бізге автор нені айтқысы келді? Қай көркем? Ұйқы дұшпан екен. Ұйқының дұшпан екенін айтты, иә. Олай болса, балалар, осы біздің Абай атамыздың 5 асыл іс, 5 дұшпан деп айтқан естерінде ма? Ал енді Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба деген өлеңін жаттаған еді ғой бірінші сыныпта, иә? Естерінде ма? Ал кім айтады соны маған? Кәді Мұхаммед айта ғой, келіп тақтаға шығып. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, марлар мақтанба, ойнап босуға көңілде, 5 нәрсеге ғашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам боламыз дейміз, білемізді ағына оған қайға жүрсеміз, жүрсе өтірік мақтаныша, ерінші болса мал шашпақ. Болды. Айсен жалғастыршы қалғанын. Бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбектері мойын, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс көрсеңіз. Жарайсыңдар, өте тамаша балалар, иә? Міне, олай болса балалар, 5 дұшпан дегеніміз не екен? Саян сабаққа қатысушысыған. 5 дұшпан дегеніміз не екен сонымен? 5 дұшпан дегеніміз өсиет, өтірік, мақтаншақ, еріншек, мал шашпақ, иә? Біз осы әдеттерден аулақ болуымыз керек екен, иә? Ал енді 5 асыл іс дегеніміз ше? Кән, Бегар сайда қош 5 асыл істі. Рахым, міне, біз талапты болуымыз керек екен, еңбектенуіміз керек екен, иә, балалар, иә? Міне, сонда ғана біз сабағымызды жақсы оқиды екен. Енді балалар, сендерге қолдарындағы бақташанды 1-ші топ, 2-ші топты бағалаймыз, 2-ші топ, 3-ші топты, 3-ші топ, 1-ші топты бағалаймыз. Кән, кесе жылдан, кән, топлашыласын, кесе жылдан бағалаймыз. Мен қаймақ тобына жарайсың деген баға берем. Жарайсың. 2-ші топты топлашысы. Мен ірімшік тобына Қаймақ тобы бұл. Нақын бағалайсың, сен 3-ші бағалайсың. Қаймақ тобына жарайсың деген бағаны қоям. Жарайсың. Зере, сендер 1-ші топты бағалайындар. Ірімшік тобына? Мен ірімшік тобына жарайсың деген бағаны қоям. Жарайсыңдар. Олай болса балалар, енді барлығымыз кері байланыс. Бүгінгі сабақта сендер қандай әсер алдыңдар? Міне, 1-ші топ сендерге күннің, кемпірқосақтың және бұлттың суреті берілген. Күнге, егер бүгінгі сабақтан өте жақсы түсіндім десеңдер, күнге смайль жапсырасыңдар. Ал енді бүгінгі сабақтан орташа түсіндім десеңдер, кемпірқосаққа, ал енді бүгінгі сабақта мен ешқандай түсінбедім десеңдер, бұлтқа жапсырасыңдар. 2-ші топ, сендер бағдарлама әдісі қызыл, жасыл, сары 3 түс берілген. Жасыл түсіміз сабақты өте жақсы түсіндім. Қызыл түсіміз орташа, сары түсіміз түсінбедім деген мағынаны білдіреді. Ал сендер 3-ші топта, сендер мына жаңбырдың тамшысына бүгінгі өздерінің сабаққа нелерін жазыңдар. Смайльтерін жазыңдар осыған, түсінгендерін, түсінбегендеріңді. Тез-тез жапсырамыз балалар, тез-тез. Смайль жете ма қарттар? Жетеді, алып жапсыра берді. Орында бәрі көтеріңдер. Жарайсыңдар, бүгінгі сабақты жақсы түсіндіңдер ма? Жарайсыңдар, отырыңдар. Тез жылдан. Әрқайсың бір смайль алыңдар. Болды, саян, тез жапсырамыз. Бір-біріне жапсырамыз бұл балалар. Болыңдар ма? Келе ғой, бақтаға келе ғой. Сіздері.
не туралы болды балалар? Сүт туралы болды, иә, міне. Сүттен біз не алады екенбіз? Құр, айран, қаймақ, ірімшік алады екенбіз, иә. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.